бастадым. Қазір Мұхтар аралас. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ал бүгін бисмиллах деп охотаға шықтым. Дәл осы кезде подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Арнаны қолдап кетіңіз. Қар жоқ. Істейміз енді, амал жоқ. Қар жоқ, амал жоқ деген тема ғой. Ал бисмиллах. Так. Бисмиллах деп бастаймыз. Так, бастарын зарядтап. Жоқ. Менде барлығы 32-лік. Барлығы 32 грамм. Так, 4-5. Яқты 4-8 бар. 8 плюс 5. Так. Кеттік ал. 5 патрон менде мылтықта. 8 патрон. 8 патрон менде неде. Сумкамда. Бисмиллах. Кеттік ал. Әр жер чарлап жүрмін, чтобы не қылғанға. Может, адам аз жүрген жақтарда қоян көбірек кездесе ма деп. Қоян сезонның жабылуына шамалы қалды. Кепкің болған жақсы болды. Кепке киіп алдым қалпақтың сыртынан. Қалпақ кидім, қалпақтың сыртына кепке киіп алдым. Шамал күнге қарама-қарсы жүрген кезде күн неғылмас үшін. Күн бетке, көзге ұрмас үшін. Кеше ана жақта көргенімде топырақ екен, топырағында қоянның іздері жатыр. Ой, жүректі шұрды ғой. Бұл жерде қоян жатыр екен деп ойлап қалдым. Ағаштың астында сары бір бәлені көріп жүрек деген соғып кетті. Осындай жерделерде жатады ғой демалып. Жүрек деген соғып кетті. Ё-май. Шықпай атып бірден жүрек зуыта қалды ғой. Картадан ана жерде поле бар сияқты көрсетіп тұр, сол полеге қарай көрейін. Ал бисмиллах. Қазан ау жоғары жігіттер. Қанжыға майлана берсін ал. Көрейік бүгін нешеуіміз. Мылтық бізде аты НО-12, атарымыз НО-12 калибрде. Стволы ұзын. Яғни мен барғанда наличие тек пластикте. Осы қара пластикте. Тек 12 калибр ғана. 12 калибрдің 810 ствол ғана бар екен. Амал жоқ, соны алдым. Өзіме ұнайды. Ствол ұзын бірақ. Енді ертең көктемде. Қоян сезонның жабылуына шамалы уақыт қалды ғой. Ертең Құдай қаласа көктемде 15 күнге үйрекке охота ашылады. Қазды білмеймін, үйрекке ашылады әйтеуір. Сол кезде жақсы болады. О, құмда із жатыр екен. Жүрген ғой, значит. Жолдар, қоянның жолдары ғой мен. Ал бисмиллах деп естіп жолдар тауып аламыз ғой. Қақта жүрген екен, Амал келген жағына қарай барайыншы. Енді сөйлемеуге тырысу керек. Бисмиллах. Мына жерде қоян жатқан жер ғой. Қоян жатқан жер күнде жатады екен. Свежий жатыр.
қыстан қашатын қояндар үшін мен жаңағы не 32 грамм однерка бірлік жинағам, алдым уже оны алып тастадым да енді қазіргі оқтар аралас. Білмеймін, естеді екен. Біразға дейін жүгіріп кетті. Қаға кетті. Кетті ғой бір жерге желеді. Оқ зәрттеп алайын. Асығудың қажеті жоқ. Bir жерде құлап атқан болуы мүмкін ғой. Қолдан жиналған оқтар әдемі атылды. Қоян қаға кетті. Қаға кеттім ба. Қалайша тигіздім ғой. Тигіздім. Құламады бірақ. Қаға қашты екен. Опа. Бұл жерде мен тұрып қалған себебім қыстың күні қоянды қуған кезде ізбен ол бір круг жасап қайттан өзінің жүрген жеріне келеді. Асықпа көргізде көрік. Қағашты екен, ә? Ё-майо. Екі түсіп алайын. Дәл осындай кезде ит болғанда ғой деген ойлар келеді. Ит болмаса осы ғой. Бұл қоянды ақыр іздеп таппадым. Кешке дейін жүрдім. Бүкіл жерді шығарлап, айналып, 2-3 реттен айналып қайта-қайта іздеп қарадым. Бұдан басқа бір қоян кездесті. Ол алыстан жүгірді тоже. Бірақ оны прицелдің ұшында тұрды, алыс екен білдім, бірақ атқан жоқпын. Ары қарай ол бір андай дөңнің ортасында ойық жер бар екен, сол жерден кіріп кетті қалыңға. Артынан жүгіріп барған ем ізбен, құмда жатқан ізімен. Бірақ дәлше уже таба алмай қалдым. Адреналин алып кеттім зато. Бір кадр видео бар. Монтаждап салатын болғама. Бауырлар. Әдемі қазан аушы. Осы кезде әлі үмітім үзілмеген кез ғой. Қазір тауып алам деп кешке дейін жүре беріппін кәдімгідей. Мына жерде атыппын. Айналып барып, өзімнің атылған оқтарын тауып алып, соларын алып кеттім. Келесіде тағы зарядтап ату керек болады ғой. Оқтармай. Атылған оқтардың ішінде біреуі бірыңғай однерка, қалғандары ассорти болып кеткен. Ішінде майда пұтыра, ірі пұтыра бәрі араласқан. 32 грамм. Мүмкін содан ба деп ойланып қалдым. Бірақ ішінде біреуі таза однерка бірыңғай.
32 грамм. Бүгінге осылай болды. Жақсы. Қолдап кетіңіздер.